Кайрылы кеш армысыздар. Көкірек көздің кешкі әңгімесінде баяндалып жатқан күнә повестін ары қарай жалғастырамыз. Алқисса судья Чынзуы өзінің нағашы ағасына хабарласпақ болды. Өміріне үлгі өнеге болған нағашы ағасы. Нағашы ағасы Чын Гыңйин бір өмірін оқу ағарту ісіне арнаған ұлағатты ұстаз еді. Бастауыш, орталық, орта мектептерде оқытушы болды. Кейін аудандық орта мектептің орынбасар мектеп бастығы болды. 60 жасқа толғанында мектеп бастығы болған жерінен пенсияға шықты. Сондықтан ол бүкіл сол бір кедей ауданның оқу ағарту ісіне өте көп үлес қосты. Тәрбиелеген оқушылары санап таусықсыз. Олардың ішінде қазіргі күнде Бейжіңде ірі мәнсапта отырған мемлекеттік үлкен қызметкерлер де бар. Миллиардер байлар да бар. Әйгілі жазушы, үлкен суреткер, көркемөнерпаз, ғалым да бар. Ал басым көбі оның алдынан оқып шыққан қарапайым жандар болатын. Ол байыпты, турашыл, адал, жұрт алдында ұстаздық абыройын сақтаған жан еді. Сондықтан да ол пенсияға шығып мектептен аттанатын кезде оның Шынжында тұратын Ли фамилиялы оқушысы, қазіргі миллиардер, ірі серіктіктің иесі, ақша шығарып, ауданда салтанатты түрде Чын Гыңйин мырзаның оқу ағартуға төккен 40 жыл тері туралы ғылыми зерттеу жиналысы деген жиналыс өткізді. Әрине жиналысқа жер-жерден әйгілі ұлағатты жазушы атанған, мемлекеттік ірі сыйлық алған, ғалым атанған, көркемөнерпаз атанған және ірі мәнсапта отырған оқушылары байлар келді. Барлығы тіпті ақша атады. Сонымен аудандық бірінші орта мектепте Чын Гыңйин сыйлық ақшасы деген сыйлық ақша қоры құрылды. Әлгі Шынжындағы серіктік әр жылы өзінің қаржысынан 200 мың юан ақша шығарып, осы аудандық орта мектептегі кедей оқушылардың жоғарылап оқуына көмектесетін болды. Ли қожайынның бұлай істеуіндегі себебі, ол өзі де кедей семьяда өскен еді. Оқудан қиналған кезінде, оқу нәтижесі төмен болған кезде Чын Гыңйин ұстаз оған көмектескен болатын, ақыл айтқан болатын, оны жебеген демеген болатын. Бүгінгі мынау ірі серіктіктің иесі болып, миллиардтаған ақшаға қол жеткізудегі себебін, нәтижесін ол аяулы ұстазы Чын Гыңйиннан бөле қарай алмайды. Сондықтан да тіпті де көп оқушыларға көмек болсын деп, және ұстазының ұлағат еңбегін кейінгі ұрпақ мәңгі еске сақтасын деп, осындай қор ашты, ұстазының атында сыйлық тағайындады. Судья Чынзуының ойында да оның нағашы ағасы адалда турашыл, елге көмектесетін адам еді. Әсіресе олардың семьясына. Семьядағы ұсақ түйектен бастап ірі жұмыстардың барлығын шешесі осы ағасы арқылы, яғни Чын Гыңйин арқылы орындап жататын. Чынзуы семьясының барлық қиындық ауыртпалықтарын Чын Гыңйин көмектесіп еңсеріп беріп отырған еді. Бүгінгі күнде Чын Гыңйин пенсияға шыққаннан кейін өмірі мән мағыналы, байда бақуатты, қуанышқа толы еді. Ол соңғы кезде көне үлгіде өлең жазуды бастаған болатын. Сонымен өзі сияқты көне үлгіде өлең жазатын достарымен әр күні кезігіп, өлең туралы, поэзия туралы, дәстүрлі көне өлең үлгісі туралы талқылар жасайтын және өлеңдер шығаратын, бәйіттер жазатын. Ал оның өлеңдері, бәйіттері ел іші сыртындағы көне үлгідегі өлеңді жариялайтын газет журналдарда, басылымдарда
интернет торап беттерінде кеңінен таралып жарияланып жататын. Сондықтан да ол ел іші сыртында бір топ көне үлгіде өлең жазатын, бәйт жазатын ақындармен дос болды. Олардың ішінде Жапониядағы, Америкадағы, Сингапурдағы өзі сияқты көне үлгідегі өлең бәйтті ұнататын жандар бар еді. Сонымен кейде көне үлгідегі өлең бәйт туралы ғылыми талқы жиналыстарына, өлең саралау жиналыстарына қатынасып, өзінің қартайғаннан кейінгі өмірін байда мағыналы өткізіп жатқан еді. Одан тысқары оның 2 баласы бар еді, бір ұл, бір қыз. Екеуі де ерекше жақсы оқыды, әкелерінің үмітін ақтады. Қазір Бейжің қаласында тұрады. Сонымен бірге мәнсап жолында біртіндеп өсіп келе жатқан саяси сахнадағы жаңа жас жарық жұлдыздар еді. Олардың болашағы әкесіне мақтаныш, әрі қуаныш. Балалары сонымен бірге өте опалы болды. Чын Гыңйың және оның жұбайын Бейжіңге алдырды. Біздің қолымызда тұрыңдар, үлкен қалада, Астанада қуанышты чат мерейлі күндеріңді өткізіңдер деп қолдарын алған болатын. Алайда Чын Гыңйың мен жұбайы Бейжіңде небары 2 ай тұрды да, ойбай, бұл қалаларыңды ұнатпадым. Мына чуылдақтарынан менің анау Гүйліңдегі шағын ауданым артық екен деп, қайтадан туған ауылына, Қоған ауданынан қайтып кеткен еді. Қазіргі күнде өмірі міне осылай қуанышты. Өлең жазады, бәйт шығарады. Кейде кемпірін ертіп алып, мемлекеттің жер-жерін саяхаттайды. Әр барған жерінде әйгілі оқушылары, кәсіпкер, жазушы, ақын, суретші, ғалым, мемлекет қызметкері, оқушылары алдынан шығатын. Жайылып, жастығы иіліп төсек болып күтіп алатын. Алғаш пенсияға шыққан кездегі құлазушылық, бір өмір жұмыс дегеннен алыстаған кездегі жалғызсырау сезімінің барлығы жоғалды. Қазір жап-жақсы өмір кешіріп жатыр. Ол кейде кемпіріне, шынын айту керек, осы оқушыларыма мен ештеңе істеген жоқпын. Өздерінің таланты, өздерінің еңбегі. Мәселен, анау мемлекеттік ірі сыйлық алған жазушы болған оқушым кезінде жақсы мақала жазып еді. Мен сол мақаласын классқа келіп оқып, балаларға үлгі көрсетіп, міне өстіп жаза берсең жазушы боласың деп демегеннен басқа ештеңе істеген жоқпын ғой. Ол өзі содан ары қарай талаптанды, еңбектенді, күш салды, міне бүгін жазушы болды. Ал сол жазушы болғанын ең алғаш менің оның кішкентай мақаласын мадақтағанымнан, сол кездегі дем беруімнен қуат алдым деп есептейді. Ал мынау қазіргі кәсіпкер болып отырған оқушым кезінде оқу нәтижесі нашар болып, оқығысы келмей оқудан шыққысы келген кезде өмірде жоғары мектеп қана емес, талай жол бар. Орта мектепте жақсы оқы, табандылықпен жұмыс істесең нәтиже шығарасың деп дем бергенімді өзіне күш қуат етіпті. Сондықтан қазіргі табысқа жетуін менің сол кездегі еңбегімнен бөле қарамайды екен. Үстіне мен түкті істеген жоқпын. Бір ауыз сөз, енді бір жағынан ол менің міндетім ғой, борышым да. Мен пенсияға шыққанға дейін өзім оқытушы ретінде бір табысты, ерекше үлес қосқан адам деп есептемеуші едім. Мына оқушыларымның қазіргі менің құрметтеуі өзіме ерекше қуаныш сыйлайды деп айтқан еді. Чын Гыңйың кемпірін айтпағанмен, оның жүрегіне қадалған бір шөгір бар болатын. Ұзақ жыл жан дүниесіне суық аяз боп қалтырататын сол бір іс. Алайда уақыт өте келе, әсіресе мынау оқушыларының пенсияға шыққаннан кейінгі құрметі, жұрттың оған деген мадағы мен марапаты осы бір істі. Өткен өмірдегі осы бір қаралақты ұмыттырғандай болған еді. Дәл бүгін өзінің жиені судья Чынзуоның телефонын алған кезде жүрегі дір ете түсті. Сол ұмытқан ескі жара қайта қозғалғандай болды. Чынзуо алғашында одан пенсияға шыққаннан кейінгі денсаулық жағдайын, көңіл күйін сұрады. Ұзақ әңгімелесті, әр нәрсені айтты. Чын Гыңйың болса, жиенінің қалайда бір маңызды жұмыспен телефон соғып отырғанын
мөлшерледі. Ақырында не нәрсе еді? Қорғанбай тоқетерін айт, деді қузап. Сәл үнсіз қалған жиені оған болған жағдайды, яғни бүгінгі күні жаймашы Чэнзуо атанған, кезіндегі Чэн Күңйеңнің ең үздік оқушыларының бірі болған Чэнзуо туралы қазіргі жағдайды баяндап берді. Чэн Күңйең Чэнзуоның әңгімесін тыңдап тұрған кезде ойынан кино лентасында өткен күндер тез-тез өтіп жатты. Иә, осы жиені судья Чэнзуо оның екі баласындай мақтанышының бірі еді. Осы жиен үшін мақтанатын, қуанатын. Өйткені Чэн Күңйең және оның қарындасы, қазіргі судья Чэнзуоның шешесі әсілі қалалықтар еді. Мәдениет төңкерісі кезінде қарындасы сол кездегі саясат бойынша кең байтақ ауыл қыстаққа барып чынығыңдар деген саясаттың қызу өрлеуімен өзі талаптанып ауылға түскен болатын. Тіпті сол ауыл қыстақта чынығуды мақсат тұтқаны соншалық Чэн Күңйеңнің қарсыз шығуына, қосылмауына қарамай, ауыл қыстақтағы Жау фамилиялы бір диқанмен үйленді. Жау фамилиялы бұл азамат сымбатты да өңді, өзі жуас момақан бір тоғажан еді. Сонымен қарындасы үйленген соң бір жылдан кейін бір қызды, онан соң бір жылдан кейін ұлды болды. Ұлының атын Жау Чың деп қойды. Ал қарындасы үйленіп ұрпақты болғаннан кейін ауыл қыстаққа түскен қалалықтар біртіндеп қалаға қайта бастады. Жау Күңйеңнің қарындасы болса үйленгендіктен, отбасылы болғандықтан сол қалпы ауылда қалып қойды. Өмір қызығақ. Бір кезде өзі аңсап ауылға түскен. Сонымен бірге ауылда қалуды мақсат еткен. Үйленген, махаббаттасқан қарындасы Чэн Чөнмэй енді ауылдан қашуды, ауылдан кетуді өзінің өмірлік нысанасы етті. Кезінде ауылды қаншалық сүйсе, енді ауылдан кетуге де соншалық ынтызар, соншалық барын салды. Сондықтан өзінің күйеуімен үнемі шармаяқтасатын, әр күні ыдыс-аяқ сыңғырлайтын, әр аптада үлкен ұрыс-керіс, айғай-шу болатын. Ол кезеңдерде некеден ажырасу деген көп адам ойлай бермейтін іс еді. Әрине, Чэн Чөнмэй ондай қадамға барған жоқ. Алайда өзі қалаға кете алмағаннан кейін енді барлық арманын, үмітін ұлы Жау Чыңға артты. Осы ұлын жақсы оқытып, қалаға, университетке түсіріп, қалалық болса екен деді. Сондықтан нағашы ағасына, аудандық орта мектепте сол кезде орынбасар мектеп бастығы, оқытуға жауапты болып тұрған ағасына, баланың нағашы ағасына, Жау Күңйеңға тапсырды. Осы баламды қалайда жақсы оқыт, осыны жоғары мектепке түсір, кейін қалалық болсын, мен қайталмаған қалаға сол барсын деген талабын айтты. Жау Чың болса оқуға расында чөгел, құлшынысы, қажырлығы ешкімнен кем бала болмады. Үйрену нәтижесі де жаман емес. Сондықтан мектептен нәтижесі алда болатын. Мектептің орынбасар бастығының жиені болғандықтан класс мұғалімді оған көбірек көңіл бөлді, сабақ мұғалімдер де оған барын салып үйретті. Оның сабақ нәтижесі міне осылай алдыңғы қатарда сөзсіз жоғары мектепке көшетін лекте еді. Алайда ол орта мектептің 2-ші жылдығына шыққан кезде анасы Жау Күңйеңнің қарындасы Жау Чөнмэй өкпе ауруына шалдықты. Жентек қан құсатын күйде болатын. Жау Чың үйге қайтып барып, анасының жағдайын көрген кезде жылап еңіреп нені істерін білмеді. Тіпті оқығысы келмей, үйге қайтып келіп анасын күткісі, жұмыс деп ақша тауып анасын дауалатқысы келді.
Ал анасы жаучымай болса, ұлына: сен жақсы оқы, маған істейтін опалылығың сол. Егер шын опалы ұрпақ болатын болсаң, үздік оқып, жақсы нәтиже жаратып, бейда Чинхуаға бар. Соның шақыртуын алып кеп маған көрсет. Менің даулатқаның да, мені баққаның да, жұмыс істеп ақша тапқаның да сол болсын. Әйтпесе көзіме көрінбе. Бұдан кейін енді үйге қайтпа. Бар, аудандағы мектебінің жатағына жат, күн түн демей сабақ қара. Жақсы нәтиже көрсет деді. Алайда Жаучың орта мектептің 3-ші жылдығына шыққан кезде оның анасының жағдайы, ауруы тасқынды, мүшкілдей түсті. Жаучың болса үнемі анасына алаңдап жүргендіктен емтиханын жақсы тапсыра алмады. Анасы аудандық емханада жатқан болатын. Барып көрем десе, анасы кіргізбейтіндіктен ол үнемі жүгіріп барып терезесінің сыртынан қарап жүріп, анасына алаңдап жүріп, емтиханын жақсы тапсыра алмады. Нәтижесі төмен болды, жоғары мектепке ілінбей қалды. Жаучың бұл хабарды қарындасына айта алмады. Ұзақ уақыт жасырып жүрді. Алайда басқа балалардың шақыртуы бірінен кейін бірі келіп жатыр, қуанып жатыр. Қарындас әрине мұны сезінді. Сонымен ол ағасына: білемін, менің баламның нәтижесі төмен болды, жоғары мектепке ілінбеді. Алайда мен сенем, сен қандай әдіс амал тапсаң да оны оқытатыныңа. Әдіс амал тап, менің өлер алдындағы соңғы арманым болсын, осы баламды жоғары мектепке кіргіз, деді. Көзінің от өшкен, әбден арықтаған, жүдеген қарындасының жүзіне қарап тұрып: Чыңгың, жарайды, мен оның әдісін табамын, алаңсыз бол, деді. Чыңгың ақыры әдіс тапты. Ол Чынзо деген баланың шақыртуын басып қалды. Әсілі алдында жау фамилиялы баланың біреуінің шақыртуын алып қалмақ болды. Тексеріп көріп еді, шақырту келген жау фамилиялы бала ауданда өкіметте туысы бар, кәдір болып істейтін осындай бір жан екен. Екі ортада туысы ізденсе, істеген қаралығы әшкерленіп қалудан қорықты. Сонымен тексеріп көріп еді. Неше атасынан бері қарай қара табан диқан болған, ешқандай өкіметте басқа маңызды тарауларда жұмыс істейтін туысы жоқ. Чынзо оны тапты. Фамилиясы ұқсамағанымен, Чын деген фамилия олардың фамилиясы. Жаучыңның нағашы жұртының фамилиясы. Шешесінің фамилиясын қолданды деп айтуға да болады. Сондықтан ол Чынзоның шақыртуын ешкімге көрсетпей ең алдымен тығып алып қалды. Сонымен өзінің қоғамдық қарым-қатынасын іске сала жүріп, біраз ақша бере жүріп, жиені Жаучыңның атын Чынзо деп өзгертті. Нопс басқару тараулары арқылы барлық істі реттеп болғаннан кейін Чынзо деп өзгерген Нопстағы атын және Чынзоның шақыртуын көтеріп барып қарындасына көрсетті. Ұлының өзгерген атын және университеттің шақыртуын көрген қарындасы ұзақ күрсінді де: қиналдың ау аға, сені қинадым ау, рахмет, деді. Міне осылай бірнеше өткеннен кейін қарындасы дүниелік болды. Ал Жаучың бүгінгі судья болып отырған Чынзо міне осылай университетке аттанды. Университетте оқуға қадам тастады. Жаучың бұл шақыртуды алғанда алғашында ол да қарсы шықты. Дереу бара қойғысы келмеді. Нағашы ағасы оған: бұл Чынзо деген бала жағдай ауыр екен, семьясы өте кедей екен. Бұл шақыртуды алғаннан кейін оқи алмайым деді. Мен онымен келісіп оған ақша бердім. Сондықтан ол өз еркімен оқудан бас тартып бұл шақыртуды бізге берді. Сен алаңсыз барып оқы дегендіктен. Іштей көңілі күпті болса да, университетке аттанып кете берді. Бір жағынан анасының үмітін ақтау бар, анасының өлер алдындағы тапсырған тапсырмалары бар. Міне осылай Жаучың Чынзо болып
мектеп қақпасын ашты. Чын Гыңйың бұл жұмысты расында ешкімге білдірмей деген еді. Алайда жиені Чаучың Чэнзо деген атпен университетке кеткеннен кейін де көп уақытқа дейін жүрегі қобалжып жүрді. Бір нәрсе білініп қалар ма екен, сезіліп қалар ма екен деген алаңмен жүрді. 1 жыл өтті, 2 жыл өтті, 4 жыл өтіп, жиені мектеп бітіретін болды. Сол кезде ғана көңіліндегі алаңы басылды. Осы барыста әуелгі шақыртудың иесі болған Чэнзоны ақырын тексеріп көрді. Оның ағашшылық шеберлігін үйренгендігін, үйленіп алғандығын, қазір тұрмысы біршама жақсы екендігін білгеннен кейін көңілі жайланды. Дәл осы мезетте, яғни 4 жылдық университетін бітіргеннен кейін жиені қайтып келген соң онымен ұзақ уақыт сөйлескен еді. Нағашы ағасына рахмет айтқанымен, жиені өзінің осы 4 жылды сондай азаппен өткізгендігін, әуелі Чэнзо деген атқа үйренісе алмай 1 жылда әрең үйреніскендігін, онан соң үнемі қорқынышта жүргендігін, 4 жыл бойы ешқандай адамға жан сырын ашып сөйлесе алмағандығын, бірде-бір қызбен махаббаттаспағандығын, темекі шегуді үйренгендігін, тек темекі шеге беретіндігін айтты. Сабақ қарау, темекі шегу, мектепте болу. Мектепті үздік нәтижемен бітірсе де, қызметке баруға асықпады. Оған Чын Гыңйың енді қызмет істесең болды, бәрін ұмытасың деп еді. Жоқ деді. Мен өзім бір рет емтихан беруім керек. Мен өз күшіммен бір рет емтихан беріп өтуім керек деді. Сонымен барын салып, магистрлік емтихан тапсырды. Конгодағы ең әйгілі заң университетіне магистр болып қабылданды. Ал Чын Гыңйың бұл жиенін осы жолда да қолдады. Алдыңғы 4 жылғы оқу кезінде оның оқу қаражатын, тұрмыстық қаражатын қамтамасыз етсе, аспирантура кезінде де барлық қаражатын үстіне алды. Міне осылай бүгінгі судья Чэнзо магистрлықты үздік нәтижемен бітіріп, соң анау оңтүстіктегі ірі қалаға барып, соның райондық сотында судья болып орналасты. Міне бүгін елге танымалы судья, жап-жақсы отбасы бар, үйленді, ұрпақ сүйді, қалыпты тұрмыс кешіріп жатқан еді. Міне осылай жүрегіндегі сол бір шөгір жерге түскендей болып, өзінің де пенсияға шыққан тұрмысы жайлы, баяшат, алаңсыз өтіп жатқан кезінде сол жиені, мақтаныш болып жүрген жиені, қарындасының көзі болған жиені, міне бүгін таудай ауыр салмақпен өткен өмірдегі сол бір қара дақты, сол бір қиындықты қайта есіне салды. Ұзақ үнсіз тұрған Чын Гыңйың судья Чэнзодан қалай істегің келеді? Бұны неге айтып отырсың деді. Жиені Чэнзо оған бар шындықты айтты. Қазір делоның оған бөлініп келгендігін, ол бас судья болып тергеу керектігін, делоны егер тергемейтін болса, онда мекеме басшыларына айтып ауыстыру керектігін, алайда өзінің осы делоны тергегісі кеп отырғандығын айтты. Өйткені деді судья Чэнзо, егер мен тергейтін болсам, бәлкім кезіндегі Чын Чэнзо, қазіргі жаймашы саудагер Чэнзоны жеңіл соттауыма болатын шығар. Өйткені заң бойынша оны тікелей өлім жазасына кесуге де, өлім жазасын беріп кешіктіруге де болады. Мен өзім істесем, оның жанын аман алып қалар едім. Көңіліміздегі оған деген қарыздан құтылар едім. Бір жақсылық істеген болар едім. Кезінде оның орнына университетке бардым. Осы күпті көңілімдегі күнәдан сәлде болса арылар едім. Өйткені мен оған жақсылық істеп тұрмын ғой. Міне осындай орай келіп тұр. Осылай істегім келеді. Алайда, егер бұл делоны мен тергейтін болсам, ақпарат құралдары бұрында бұған өте назар аударды. Бұл делоға жалғасты бар назарын шоғырландырады. Сонымен олар судья Чэнзо
кылмыскер Чензоны тергеген делону текшере баштайт. Әсіресе әлгі атақты блогерлер бар. Олар тіпті қоянын қоймай екеумізді бірдей тексереді. Тексере келе екеуміздің бір мектепте оқығанымызды біледі. Соңында бәлкім қалайдан қалай менің жоғары мектепке өткен жағдайымда әшкереленетін шығар. Бұл бір менің көңілімдегі қауіп. Сондықтан сізбен сөйлесейін деп отырмын. Алайда қандай қиындық болса да мен осы делоны тергегім келеді, тексергім келеді. Соңғы рет болса да мынау бүгін қанды қол қылмыскер болып отырған Чензоға көмектескім келеді. Сізбен пікірлеспек едім, деді бар жағдайын шын жүрегімен жайып салып. Чен Гыңйың ұзақ үнсіз қалды. Не деу керек, қалай істеу керек? Ол ойлана бастады. Жарайды онда, бүгінгі әңгіме осы жерге дейін. Чен Гыңйың не деп жауап береді? Судья Чензо, жаймашы саудагер Чензоның делосын қарайтын бола ма жоқ па? Ол туралы әңгімені келесі бөлікте тыңдайтын боласыздар. Ертең кезіккенше аман сау болыңыздар. Рахмет.